Насырдың тойға баруы. Баяғыда біреу той жасапты. Тойға көп кісі жиналыпты. Қожанасыр да келіпті. Қожанасырдың үстіндегі киімі жаман екен. Оны ешкім елемепті. Төрге шығыңыз, тамақтан алыңыз демепті. Қожанасыр шығып кетіпті де үйіне барып тәуір киімдерін киіп қайта келіпті. Бұл жолы үй иесі Қожанасырды құрметтеп төрден орын беріпті. Ас келгенде тамақтан алыңыз деп қошеметтепті. Қожанасыр етті жемей табаққа шапанының жеңін салып, «Же, шапаным, же» деп отыра беріпті. Сонда үй иесі «Мұныңыз не, шапан тамақ жеуші ме еді?» деп таңғалыпты. Сонда Қожанасыр «Сен кісіні сыйламайды екенсің, киімді сыйлайды екенсің, сондықтан шапаныма жегізіп отырмын» деген екен. Үш жалқау. Ертеде бір-бірінен өткен ағайынды үш жалқау болыпты. Олар таңертеңнен кешке дейін бас
бір жесір әйелдің бір ұлы. Бір жесір әйелдің бір ұл, бір қызы болыпты. Үшеуі өте жұпыны өмір сүріпті. Ешқашан тоя тамақ жемепті. Жыртық шоқпыттан басқа киімі болмапты. Күндердің бір күні ұлы анасынан: «Анашым, бақыт деген не?» деп сұрайды. «Ей, ұлым-ай, адамның тамағы тоқ, киімі бүтін болса, уайым қайғысы болмаса, сол бақыт шығар. Оның үстіне басына күн түсіп қиналған кезде қол ұшын беретін ақылды досы болса, мұнан асқан бақыт жоқ» деп жауап береді оған анасы. Анасы осыны айтып терең күрсінеді. Ұлы да ойға қалып анасының жанынан кетпей қояды. Сонан соң ұлы: «Ержүрек батырға әрдайым бақыт пен сәттілік жолдас болады деп естіп едім. Мұны қалай түсінуге болады?» деп сұрайды. «Рас, ұлым», деп жауап береді анасы. «Анық мақсат қоян білсең, бақыт пен сәттілік жолдас болады. Сол мақсатқа жету жолында табандылық танытсаң, міндетті түрде бақытына қол жеткізесің. Ендеше бақытым қашан келеді деп күтіп отырғанша өзім істеп табайын» дейді ұлы. Осылай